Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын штрудельдің рецептісімен бөлісетін боламын. Біз ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды, содан соң бір жұмыртқамызды жарып салып алатын боламыз. Содан соң үстіне жарты шай қасық тұз және де осы ингредиентімізді араластыратын боламыз. Содан соң үстіне алдын ала електен өткізіп алған ұнымды салып араластыратын боламын. Және де үстіне сұйық майымды құятын боламын. Тағы да ұнымды салып араластыратын боламын. Осы қамырды жақсылап қолымның көмегімен илеп алатын боламын. Міне осылай қамырымды илеп дайындап алған соң үстіне сұйық майымды құйып, бетін суықпен жауып 30 минуттай қалдыратын боламыз. Келесі кезекте біз начинкасын дайындау үшін алдын ала ерітілген сары майымызды құйып аламыз. Және де секеріміз саламыз. Содан соң үстіне біраз қасық корица салатын боламыз. Жарты ас қасық салдым, біраз қасық көп болып кетуі де мүмкін. Және де лимон қышқылын қалауыңызға қарай сығып салатын боламыз. Және де осы құрамды араластырып алатын боламыз. Жарты сағаттай көлемде уақыт өткен соң қамырымызды жақсылап оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Міне қамырымды оқтаудың көмегімен жіп-жіңішке етіп жақсылап тұрып жайып алдым. Содан соң салмасын үстіне салып шығатын боламыз. Тек бір жақ шетіне салсаңыздар болады. Және де біз жаппас бұрын айналасына осылай сары майымызды жағып алатын боламыз. Содан соң осылай әдемілеп айналасын Содан соң бір жақ жанынан бастап жабатын боламын. Тұрған пеште 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Міне біздің штрудельіміз де дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Бәріңізге де дәл осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін.